Қайырлы күн. Біздің бүгін талқылайтын тақырыбымыз 12 жұп нервтің, яғни бас ми негізінен шығатын бірінші нерві, яғни нервус альфакторис, иіс сезу нерві. Бүгін кішкене тамағым ауырып тұр, бірақ сонда да даусым анық естіліп тұрған болса, тақырыпты талап бастайық. Бізде нервус альфакторис сезімтал нервке жатады. Бұл сезімтал нерв дегеніміз ол иісті, мысалға ось перифериядан бастап сезеді, перифериядағы иіс сезу рецепторлары оны сезіп орталыққа қарай апарады. Ал бізде екінші түр бар, қозғалтқыш деген, ол орталықтан бастап керісінше шетке барып, ол мысалы бұлшықеттерді, көзді қимылдатады. Ал шеткі рецепторлардан бастап ортаға қарай бару, бұл уже сезімтал нервтің сипатына жатады. Демек, бұл сезімтал нерв. Енді жолын бастайық. Ең бірінші біз иісті сеземіз. Иіс сезгеннен кейін ол мұрын тесіктері арқылы кіріп, осы жолдардан, яғни конхонасалис инфериор, медиалис, супериор деген өзінің үш жолы бар, анатомиядан өткенбіз. Осы үш иіс сезу жолдар арқылы өтеді. Солай конхонасалис супериордың үстінде ол бірінші иіс сезу рецепторларымен түйіседі. Ол қалай? Бізде осы ламина криброза, яғни торлы сүйектің торлы пластинкасының тесіктерінен осындай иіс сезу рецепторларын құрап тұрған дендриттер шығып тұр. Мынау майда-майда көрініп тұрған бұл дендриттер. Одан кейін ірі-ірі көрініп тұрғандары бұл оның денелері, нейронның денелері. Осы нейрон денелердің біз бірінші невроны ретінде санаймыз. Иіс сезу нервінің бірінші невроны торлы сүйектің пластинкасы негізінде жатыр. Одан кейін ол осы иіс сезу рецепторлар арқылы иісті сезгеннен кейін нейрон денесіне жібереді. Нейрон денесінен кейін ол жоғары қарай бағыттап бульбус альфакторисқа қарай жібереді. Бульбус альфакториста, яғни екінші нейрон денелерімен жолығады. Ол онымен осындай дендрит аяқшалар арқылы бір-бірімен байланысады. Солай екінші ірі биополярлы, яғни нейрон денелерімен байланысады. Бұл бізде иіс сезу нервінің екінші невроны. Одан кейін ол иісті нервтік импульске айналдырды, мына жақта. Одан кейін жоғары қарай бағыттады бульбус альфакторисқа. Солай мына бульбус альфакторис бойымен трактус альфакториста біргеді бәрі. Трактус альфакторис. Трактус альфакторисқа біргеді. Солай тригоном альфакториста, яғни иіс сезу үш бұрышына келгенде олар үш бағытқа бөлінеді. Біреуі корпус каллозум бойына, біреуі шыға берісте субстанция бойында, одан кейінгі төмен қарай бағытталады. Яғни олар үш жолға бөліну барысында үшінші неврондар алады. Солай енді үш жол, мынау медиалис, мынау аралық, мынау латериалис. Арғайсысы әртүрлі жолмен кетеді. Мынау біріншісі медиалис, ол корпус каллозумда айнала өтіп, корпус каллозум, яғни сүйелді денені айналып өтеді де тікелей онкусқа қарай бағытталады. Онкус бізде бұл иіс сезудің негізгі орталығы болып табылады. Қыртысты орталығы. Аралық бөлігін келтірейік. Ол осы жердегі мөлдір пластинкадан өтіп, осылай гиппокампты кесіп өтіп, онкустың гирусы арқылы өтеді да бұл. Солай онкусқа қарай бағытталып, соңғы неврон алады. Мынау бізде форникс, шатыр, ми шатыры. Сол шатырды кесіп өту арқылы, гиппокампты кесіп өту арқылы бізде онкусқа қарай келеді. Одан кейін мынау бізде соңғы тармағы төмен қарай бағытталады да, тікелей онкусқа бағытталады. Ол онкусқа келмес бұрын бізде миндальды денеге бір тармағын береді. Және гиппокампқа бір тармағын береді. Неге? Себебі бізде миндальды дене иісті сезген кезде, сол мысалға біз онша емес иіс сезетін болсақ, түрімізді, мимикамызды өзгертеміз. Соған байланысты миндальды дене
соған сәйкес мимиканы реттеп отырады. Иіске сәйкес мимиканы реттейді миндалин. Ал бізде гиппокамп деген бұл иістің таныс екендігін білдіреді. Иісті есте сақтайды. Мысалға, біз бұрын бір тамақтың иісін ескерген болсақ, біз сол тамақтың түрімен сол иісті байланыстыра аламыз. Есте сақтау, яғни иісті. Солайша ол да укусқа келіп бағытталады. Бөлек бізде осы иіс сезу жолын тағы да бір-бірімен байланыстыратын мынадай жолдар бар. Ол бізде мына барлық иістердің тұтасқан жері укустан басталады. Солай шатыр бойымен емізікті өсіндіге келеді, бір неврон, одан таламусқа барады. Неге? Өйткені бізге таламусқа бару себебі көру төмпегі, яғни бұл барлық сезімтал рецепторлардың орталығы. Бұл жерде сол иісті сезгеннен кейін оны басқа нәрселермен байланыстыру, яғни диссоциация, ассоциациясы, интеграциясы деген сияқты процестерді жүргізеді. Одан бөлек ол бірнеше тармағын ми қыртысына қарай береді. Неге? Себебі бұл жақта ол сол иісті саналы түрде қорытады. Саналы түрде жоғары интеллектке қарай барады. Яғни ол алдыңғы мимен де байланысты, таламуспен де байланысты, және де өзінің негізгі орталығы укуспен де байланысты. Одан бөлек осы корпус мамиляристен бізде ортаңғы мидағы холмикке қарай бағытталады. Міне ортаңғы ми болатын болса, сол холмикке қарай бағытталады. Неге? Бұл жерде мен алдын сабақта айтқандай шартсыз рефлекстерге қатысады. Біз мысалға бір қатты улы иіс бізде мұрнымызды ашытып келетін болса, біз шартсыз түрде қаша жөнелеміз. Бір қатты удың, түтіннің иісін көзімізді жұмып тұрып ұйықтап жатқан кезде иісін сезсек, бірден орнымыздан тұрып кетеміз сол иіске қарай. Соған байланысты шартсыз рефлекстерді реттеу орталығымен де осылай байланысады. Иіс сезу нервінің енді бұзылыстарын айтып кетейік. Бұл жерде анасмия болуы мүмкін, яғни иісті мүлде сезбеу. Ол қандай жағдайда? Осылай тұмау болып ауырған жағдайда. Неге? Себебі бізде иіс сезу рецепторларының айналасы, именно иіс сезу рецепторының дендриттерінің аймағында бізде сұйықтық бөлініп тұрады, шырышты зат. Неге? Ауаны жұтқан кезде сол бактерия, вирус, бөгде зат, шаң, соның бәріне тосқауыл болу үшін шырышты зат бөлініп тұрады. Ал если біз тұмаумен ауыратын болсақ, ол жердегі шырышты зат көбейеді, яғни қабыну процесі жүріп жатқан кезде шырышты зат көбейген сайын оның рецепторларының сезімталдығы төмендей бастайды. Солай иіс сезбейді. Одан кейін гиперосмия болуы мүмкін. Бұл кішкентай ғана иісті қатты сезіп кету. Одан кейін дизосмия болуы мүмкін. Иістерді мүлде шатастыру, дұрыс иісті сезе алмау. Одан кейін фантасмия болуы мүмкін. Фантасмия деген иісті жоқ, вообще иіс ешқанаған иіскеліп жатқан жоқ болсанда, ол басқа бір иістердің иіскеп жатқанын, сезіліп жатқандығын айтады. Яғни бұл психиатрический ауруларда көптеп кездеседі. Гипосмия ол иістің сезуінің төмендеуі. Яғни тұмау ең алғашқы басталып жатқан кезде осы гипосмия көрінісімен, асқынып кетсе анасмия көрінісімен көрінуі мүмкін.